Қысқа капустадан салат істеуді көрсететін боламын. Видеоның ақырына шейін қараңыз. Парақшам пайдалы, подписка бөліне тіркеліп, қоңырау шағын басуды ұмытпаңыз. Огородымдағы барлық помидорларды теріп алып, жуып, турап алдым. Дәл осылай қылып. Болгарскийлерді 4 бұрыштап турап алдым. Капустаны да 4 бұрыштап турап алдым. Сәбізді майда көзімен өткізіп алдым. Қалғанын қолмен турай салдым. Чеснокты 3-2 бөлдім. Пиязымызды турап алдым. Қызып тұрған майға пиязымызды қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қызарған пиязымыздың үстіне сәбізімізді де қуырып алатын боламыз. Әдемілеп қуырылып болғаннан кейін сәбізімізді капустамыздың барлығын салып қуыратын боламыз. Әдемі дәмі шығады, асты үстіне араластыратын боламыз. Бөлек ыдысқа помидорымды қайнаттым. Қуырылған заттардың барлығын үстіне қосып, болгарскийімді салып алдым. Араластырып, жай отта бетін жауып қайнатып алдым. Лабыр жапырағын, ашшымды, укропымды, чесногымды салып араластырып алдым. Бір температурада қойып қайнататын боламыз. Тұзымызды сеуіп, лабыр жапырақтарын сеуіп, кейін қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды салатын боламыз. Араластырып, жай отта бір қалыпта қайнататын боламыз. 30 минутта осылай әдемілеп қайнады, тұз дәмін көріп, банкімізге жауға кірсетін боламыз. Крышкамызды 15 минут қайнатып алдым. Банкымызды 15 минут булап алдым. Капустада икрамызды банкімізге араластырып салатын боламыз. Дайындауға кеңес беремін, өте керемет жат. Отбасыларыңызға да қатты ұнайды. Крышкамен бетін жауып, закрывашкамен айналдырып, одеял сүргілермен орап, суыған кезде алып, банкына қысқа сақтап қойып жесеңіздер болады. Парақшам пайдалы, подписка бөліне тіркеліп, қоңырау шағын басуды ұмытпаңыз. Осы жерге шейін көргеніңіз үшін рахмет. Қазақша каналының дамуына өз үлесіңізді қосып, қолдап кетіңіз.